Ассаламағалейкум. Бүкіл әлеуметтік желіде мессенджерларда тарап жүрген видеоға байланысты өзімнің ойымды білдірейін деп едім. WhatsApp желісінде Ақтау қаласында болған оқиға деп жатыр. Мына бірнеше маска киген жігіттер бір-екі қазақ баласын ұстап алып, балтаның шүйдесімен ұрып, қолдарынан шынжырмен, шынжырдың басында жұмыр темір орнатылған шынжырмен қолдарын сындырып, балтамен ұрып жатқан видео бүкіл әлеуметтік желіні дүр сілкіндірді. Соған байланысты өз ойымды айтайын. Ол маска киген адамдар қазір ұсталыпты ғой. 16 мен 21 жас аралығындағы жасөспірім жеткіншек жігіттер дейді. Сол 16 жастағы өте қампезер болады. Сондай жастағы жігіттер, себебі Ресейдің «Сволочи» деген киносын байқасаңыздар, сол 16-14 жасар балаларды соғысқа апарып, өте қампезер болған үшін соғысқа аттандырып жібереді ғой. Соған байланысты айтайын деген, жаңағы таяқ жеп жатқан екі қазақ жігітте мойындап жатқан жоқ, закладчик екенін, жаңағы синтетикалық есірткі салғанын мойындаған жоқ. Біреу клянусь Аллахом, это не я деп жатса да, балтамен ұрып, садизммен жаңағы аяқ қолдарын сындырды жаңағы жерде. Мен айтайын деген, бұл ұрып жатқан жаңағы маска киген, біреудің маскасын шешіп тастаған бір славян ұлтты жігіт екен, қазақша сөйлейді екен, бірақ соларға кім ондай құқық берді? Олар құқық қорғау органдарында жұмыс істей ме? Олар тергеу әрекеттерін, тергеу амалдарын біле ме екен? Жедел іздестіру шараларын біле ме екен? Жаңағы жігіттердің есірткі сатып жүргендерін дәлелдей алды ма олар? Олар мойындамай тұр ғой. Дәлел айғақ бар ма? Дәлел болғанның өзінде ол жігіттердің кінәсі сотпен шешім шығарылып, сот шешеді олардың кінәлі емес екен. Мына маска киіп ап, ұрып соғып қоқан-лоққы жасап жүрген оңбағандарға кім ондай құқық берді? Бұларды қатаң жазалау керек. Қазір бұзақылық пен хулиганкамен іс қозғалыпты. Мен ондай іспен келіспеймін. Бұл жерде бұзақылық емес, адам өлтіру, попытка убийствомен іс қозғау деп ойлаймын. Өйткені балтамен ұру деген адамды аман қалады деп ойламаймын. Мен балтамен ұрған адамды аман қалады деп ойламаймын.